Ал енді бізге керекті болған осы екі матамызды алып, тура осындай үшбұрыштарымызды алып, екіге бөлінген 6 сантиметрлік үшбұрышымызды алып, түгі жасып тұрған жағымен тура осындай бір-біріне қарама-қарсы етіп орналастырып алуымыз керек. Өйткені тігілген кезде білесіздер, ары қарай аударылады, иә? Ал мінекей тура осылай етіп қойып аламыз. Одан кейін тура сол қойған жерімізден тігіс түсіріп шығуымыз керек. Тіккен кезде мінекей мен өзім айтқандай тура осылай етіп үстінен тігіс жүргізіп шығамыз. Ал одан кейін осы тырнағымыз жылжып кетпес үшін тағы да жанынан қосап тігіс түсіріп шықсақ болады, сақтық үшін. Көрермендер, сіздерге көрініп тұрған болса, мінекей мен өзім айтқандай тура солай етіп диагоналынан тігіп қондырып алдым. Мына тырнағымызда ендігі кезек, одан кейін жылжып кетпес үшін немесе дұрыс тігу үшін тура осылай етіп арқасынан тағы түсік тігіс түсірдім. Ал мінекей тура осылай етіп бір-біріне қарама-қарсы етіп тіккен кезде лентамыздың жартысын тура осылай тырнаны қондырып, ал қалған жартысын тура осындай тырнаны қондырып алуымыз керек. Артық жеттеріме кесіп алып тастаймын. Мінекей дайын. Ендігі кезек не істейміз? Ендігі кезек қалған осы маталарымыздың барлығына осы тырналарымызды қойып тігіп шығуымыз керек. Ал мінекей мен өзім шатасып кетпес үшін, қайсысын қай жерге тігетінімді ұмытып кетпес үшін тура осылай етіп ине қадап алдым. Ендігі кезек барлығын мына тіккен бірінші екі қойылған тырналарымыз секілді тура осылай етіп тігіп шығу керек. Құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай қалған бүкіл осы бұрыштарымызды бөліп тігіп алдым. Айтқанымдай бұрыштардың жартысы бір-біріне қарама-қарсы болу керек дегенмін. Мінекей өзім айтқандай тура солай етіп тігіп алдым. Ендігі кезек сол бұрыштарды құрастырып бастайық. Сосын бізге тура осылай тігілмеген лента керек. Бұлардың да өлшемі тура осылар секілді. Ал енді бастайық. Бастырып бастаған кезде қараңыздар, жүріп жатып тұрған болу керек. Мінекей тура осылай етіп қоямыз. Одан кейін үстіне мынаны қоясыздар. Екіншіні қойдан алдын тура осылай етіп екеуін қосып тігіп алуларыңыз керек. Көріп тұрған болсаңыздар, екеуін қосып тігіп алуларыңыз керек. Одан кейін барып мынаны қоясыздар. То есть мына бұрышым мына жаққа қарап тұрғанда қоятын боласыздар. Екі жақ бөліп қояйын, түсінікті болу үшін. Тура солай етіп қоясыздар. Сонда бізде тура осындай бір-біріне үйлесіп бара жатқан көрінеді. Ал одан кейін қайтадан кезекті осы бұрышымызды қоямыз. Мінекей. Ал одан кейін қайтадан мына бұрышты қоясыздар. Тура осылай етіп ретімен тігіп кете бересіздер. Қарап тұрсаң шынымен өрілген, өрме құрақ тігуге болады. Көргеніңізде тура осылай өріліп бара жатыр. Тура осылай етіп тігіп бастаймыз. Ал енді тігіп бастаған кезде бізде ең алдымен мына бөлшекпен мына ортада тұрған құрағымызды қосып аламыз. Тура осылай етіп қосып тігіп алдым. Ендігі кезек мына құрағымызбен тура осылай етіп беттестіріп, қайтадан тура осылай қосып тігіп шығамыз. Ал мінекей мынада қатарымызды қосып алдық. Ендігі кезек тағы да енді мына үстінде тұрған қатарды қосып тігіп шығамыз. Ал мінекей біздің бұл қабатымыз да дайын. Бұны да тігіп алдым. Жалпы құрметті көрермендер, сіздерге түсінікті болған болса, мінекей қарап тұрғандарыңыздай ең алдымен мына қатарды қосып алдық. Одан кейін ол қатардың тура осылай сызығы біткенше мына қатарды қосып тігіп алдық, иә. Ал енді бізге мына қатарды қосып алдық. Ендігі кезек мына қатарды тура осылай етіп қосып тігіп алып, одан кейін қайтадан мына қатарды қосып кете береміз. Тура осылай етіп бір-біріне қосылып тігіліп, өрілген сияқты тура осылай тігіліп кете беретін болады. Ал әрі қарай тура осылай етіп тігетін боламыз. Ал мінекей почти дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, өзім айтқандай тура солай етіп өрме құрақ болып өріліп келе жатыр. Тура бір өрілген шашқа ұқсайды. Тура осыны қондырып, кейін келесі мына екеуін қондырамыз. Сонымен бітеміз. Ал мінекей соңында тігіп келді. Мінекей бізде тура осындай құрақ шықты. Ендігі кезек басын қалай қайтарамыз дейтін сұрақтар болса, оны тігу өте оңай. Мінекей тура осылай етіп, тағы бір рет соңына келген кезде тігіп аласыздар. Біттік деп айттық. Енді соңына келген кезде өздеріңіз көргендей мен бос бөлек тура осындай ленталарды қосып алдым. Ендігі кезек осы ленталарымызды, осы құрағымызды теріс қаратып, тегіс фигура шығаруымыз керек. Өзіміздің керектігінің ішінде. Мінекей почти тегіс шығып жатыр. Көргендеріңізде енді келесі бетін кетеміз. Ал мінекей құрметті көрермендер,
мен өзім айтқандай біздің құрағымыздың асты почти дайын. Мінекей тура осындай болып шықты. Ендігі кезде бізде түбесін ұстауымыз керек. Иә, ұшын ұстау керек. Ол үшін тура осылай етіп. Так, ол үшін енді бізге мынау қалған қалдығымызды бөліп алып етке. Тура осылай етіп бөліп алып, мына жеріне тігіп жере саламыз. Ал мына бетіне ашық қалмас үшін қалған тағы бір қалдығымызды алып қосып жіберсек болады. Либо қоспасаңыз да болады, по-любому кесіліп кетеді. Бірақ мен сақтау үшін қосып ала салайын. Құрметті көрермендер, мен уақытты жоғалтпай-ақ тігістер босап кетпес үшін тағы қасына тігіс түсіріп шықтым. Одан кейін тігіп алған немізді дұрыстап алып шығу үшін тағы бір тура осындай адасып кетпес үшін осыны сызып түсірдім. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді артық шеттерін кесіп тастаймыз. Осы құрақ ұнады деген ойдамын. Бұл қосқан кезде тура осылай қосатын болады. Көргендеріңіздей міне бір-біріне еріп бара жатқан сияқты, иә, тура осылай еріп бара жатқан сияқты. Қосқан кезде де бір-біріне тура осылай әдемі болып қосылады. Жалпы сіздерге ұнады деген ойдамын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер.